Сәлем достар, сіздермен бірге мен Микс Мифахизет, бұл мен түсіретін видеом пирог, яғни пирог пісіреміз біз. Мен өзім ойымнан шығарылған пирог, ол өте дәмді болады. Мен оған тәжірибеде жасап көрген болатын. Алдыңғы пирогтар өте дәмді болды. Оны бүкіл отбасымызбен жедік. Егер оның астына 1000 лайк яғни 50 лайк жиналса, мен тағы бір пирог пісірем деген айтқам жоқ сіздерге, ұмытып кеттім соны. 50 лайк басылса, мен видео түсірем дедім. Ал егер осы видеоның астына 100 лайк жиналса, мен тағы да слайм түсіретін боламын. Алшы көпсібай, бастайық. Достар, бұл не деп таңғалып тұрсыздар ма? Бұл шипсы. Мінеке, қазір ғана анам пісірді. Мен қазір керекті заттарды алып келіп алайын. Достар, оған керекті заттар осынша мөлшердегі сүт, сіздерге көрінбей тұр ма? Неге осыншалықты өте кішкентай керек. Және бізге қант қажет, және май қажет, және сахарная пудра. Бұл көтереді, яғни біздің пирогымызды көтереді ол. Ал кеттік. Достар, ең алдымен біз сүтімізге ең алдымен сахарная пудра қосатынбыз. Мен ұмытып қалыппын рецепт, өйткені мен алдындағы жасағаным өте дәмсіз болып шықты. Сахарная пудраны егер көп қоссаңыздар, пирогтарыңыз көтеріледі. Және мұна бетіндегі торт сияқты шығады деген ойдамын. Мен білмеймін, қандай шықса ондай шықсын, маған мейлі. Тек пирог шықса болды. Бұл бізде шипс плюс пирог. Шипс плюс пирог. Яғни шипсы қосу пирог. Шипсы мен пирог. Енді біз мен қазір қосып араластырып алайын. Достар, мұна неге рецепті айтпады деп тұрсаңыздар, мен қазір айтамын. Видеоның соңына қарай болады. Мен сіздерге бұны көрсетейін деген сарғыштау. Иісі сахарная пудраның иісі шығады. Неге сары. Өте күшті. Өте күшті болып шықты. Бізде пеш, мінеке пеш, бұл бізде ескі пеш, сондықтан біз жаңасын алуымыз мүмкін. Бұл қазір қызып жатыр. Холодильник, перде, сіздерге басқа нәрсе айтып. Достар, егер мынандай ыдыстарыңыз болса, осы жерінен қант алып аласыздар, соның бәрін қоспайсыздар, енді осыншалықты қалады. Мен осы қанттың жартының бәрін сала саламын, өйткені бізде тәтті болып шығуы қажет. Ортасы жабысқақ болып шығады. Егер оны суық жерге шығарып қойсаңыздар, ол ортасы жабыспайтын болады. Сосын өте дәмді болып шығады. Егер сіздер блендермен араластырсаңыздар күшті болады. Оған көп сүт қажет болады, ол сүттің мөлшерінде болады. Өте пайдалы. Достар, табаға май жағамыз. Кәдімгі сары май. Сары май? Неге сары май? Қараңғы болыпты ма? Білмеймін. Нетіп кетті. Алдында қалқапты. Ештеңе алмайды май жағасың. Қасық. Ой, başına olsun. Hoş.
пайда. Алдында мен достар пирог пісіргем, оны видеоға түсіруді ұмытып кеттім. Яғни мен қуанышымда шек жоқ болып тұр, өйткені терлеп кеттіңіз. Іші пісірді, мама пісірді, мен пирог пісірдім. Қазір жағатын көрсетемін. Іспе бұл. Достар, біз табағына майды жағып алдық. Екі. Алдында жасаған тортымыздың қалғаны. Бұл су сияқты шығар. Сен құяғым. Пешті өшіре тұрайық. Өйткені мен терлік кеттім. Ай! Қандай сүт сияқты болғыпты. Конечно, сүт сияқты. Қарамама қандай болғанын. Не қылды? Су болып қалды ғой, ұны жоқ па не? Оны бар. Оны күшті. Оны алмастырып. Бағана табақтағы аз ғана. Неғып үйттің енді? Кішке қойып жүрмедім ба? Қазір істей, үнсемемді араластырып. Достар, бізде бір құлтыран сияқты бір бәле пайда болды. Жол. Мінеке құлтыран сияқты бір бәле. Аузын қараңыздар, Аузын қараңыздар. Қырқышты. Одан ауру тарайткен. Біз пирог піскенше жүрміз. Қолдырауын сияқты бізденге. Достар, бағана көрдіңіздер, мен өтті қорқынышты. Иә. Біз қазір пирог пісіп жатыр. Оны бізге анамыз Үйректің басы деп айтты. Иә. бірақ та қолдырауын сияқты көрінді бізге. Біз пирог піскенде көрсетеміз. Әкел. Достар, мен пирогым піскенде сіздерге чипсы да, пирогты да көрсетемін. Пока, сіздерден жарты бөлігін тағы да түсіремін. Пока, мен зарядкам келіп тұр. Пока. Сіздерді жақсы көремін.